Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum. Мынау иншаллах бүгін бір керемет кеште отырмыз. Апамыздың қасында осындай әпкелеріміз, Алла разы болсын. Алла тағала дәм тұз бұйырған екен. Сіздермен жолығамай жүрген қанша кісілер бар ғой. Бүгін біз Алла тағаланың кеңшілігімен жолығып отырмыз. Жалпы мынау иншаллах Аллаху субхану ва тағала Құран-ы Кәрімде айтады ғой: «Лаин шакартум ла азиданнакум» дейді. Егер мен берген нығметтеріме шүкіршілік қылсаңдар, ла азиданнакум, мен сендерге нығметтерімді арттыра беремін дейді. «Валаин кафартум», егер қарсы шығып қарсылық көрсетсеңдер, инна азабун лашадид дейді. Яғни менің азабым қатты болады дейді. Сол Алланың берген нығметіне шүкір, апа. Құдайға шүкір, алхамдулилlah, егеменді ел болдық, еңсеміз көтеріліп, дініміз қайтып, қуанып, иншаллах, қазір 30 жылдан астам уақыт егеменді ел болып жатыр. Мынау кешегі біраз коммунизмнің кезінде біраз қиянаттар болды ғой. Енді қазақ халқында мықты білімді молдалар, ел ағалары қаншасы атылып кетті, сотталып кетті, Сібірге жіберді, барса келмеске. Сөйтіп, дін жағынан біз өте қатты әлсіреп қалған едік. Бірақ Алланың қалауы екен, иншалла орнында бар, оңалар дегендей. Мынау 30 жылдың ішінде біздер Қазақстан қазір өте білім деңгейінде өте, алхамдулилlah, Өзбекстан, Қырғызстанмен теңдес болып қалдық. Қанша мықты жігіттер сол Мысырда оқып келіп жатыр, Индияда, Африкада оқып жатқан жігіттер бар. Мынау Ливанда оқып келіп жатыр, мысалы, Құран жаттап. Алхамдулилlah, Аллахқа шүкірлер дейміз. Аллахқа мақтаулар айтамыз. Иншалла, тыныштық болса, әрдайым ол дінде, өркениетте өсе береді ғой. Бәрі тыныштықтың арқасы. Алла осы берген тыныштыққа Аллаға сансыз шүкірлер айтамыз, иншалла. Енді бір қиса айтып бергенге отыр. Жалпы мынау адам баласының өмірі өте қысқа ғой негізінде. Сол қысқа өмірде орынды пайдалану үшін Алла тағала бізге мынау пайғамбарлар жіберді, кітап түсірді. Жалпы бәрімізде сол ақыретке бара жатқан жолаушылармыз. Енді осы дүние бізді кейде алдап қойып жатыр. Көп кісілер осы дүниенің жаңағыдай ұйқысында. Бұл айтқанда бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: адам баласы ұйқыда, өлген күні оянады дейді. Соны ояту үшін бір керемет бір қиссалар бар екен. Сол бір қиссаны айтып бергенге отыр. Бір күні бір балықшы кісі балық аулап келіпті үйіне. Аулап келсе, екі балық түскен екен. Сол үйіне алып келіп, кешке таман әйелі бір балығын қуырып береді. Екінші балығын ертесіне азанда қуырайын деп жатса, әйелі қатты дауыстап жіберді, айқайлап жіберді. Сосын күйеуі қасына жүгіріп барып, не болды деп барса, жаңағыдай тауықтың ішінен бір гауһар тас шықты да. Ана гауһар тасты көріп, өте керемет тас екен. Соны көріп, қуанғаннан айқайлап жіберді. Сонымен ері айтады: бұны мен барып, базарға барып, өлшетіп, бағалатып, сатып келейін деп базарға кетеді. Базарға барып бір зергерге барады. Зергерге барса, гауһар тасты көріп, гауһар тасқа қарап, бұл өте қымбат тас екен, менің қаражатым жетпейді дейді жаңағыдай. Бұл гауһар тасты алуға менің қаражатым жетпейді. Сен барсаң бұны ең осы жаңағыдай қаланың ең мықты, ең бай саудагері, зергері бар екен, соған барсаң бір алса, соның ақшасы жетуі мүмкін дейді. Сөйтіп соған барса, әлгі кісі де ана гауһар тасты көріпті да таң қалыпты. Ойпырмай, бұндай қымбат гауһар тасты өмірімде көрмедім деп. Сөйтті ол кісі айтыпты: мынаны алуға мен қаражатым жоқ, қаражатым жетпейді, мен осынша жинаған дүнием бұған жетпейді. Сен бұны бір сатсаң, осы елдің патшасына ғана сата аласың. Патшада болуы мүмкін оған қаражат. Енді мұсылмандардың мемлекетінде болып жатқан оқиға ғой.
сөйтіп патшаға кетіпті. Патшаға барып, патшаның алдына кіріпті, сәлем беріп, қандай немен келдің десе, міне осындай бір гауһар тас балықтың ішінен шықты, соны сізге осы қаланың ең мықты байлары алуға қаражат жетпей, тек алса патша алады дегеннен кейін сіздің алдыңызға келіп тұрмын депті. Жарайды, кәне әкеш көрейік депті. Ананы көріп, патшаның өзі таңырқанып қалыпты енді. Патша қайта қарап, ойпырмай, мен өмірімнің барлығы патшалықпен, мысалы ата бабамнан патшалық болып келе жатқан гауһар тастардың түр-түрін көріп келе жатқан адаммын, бірақ мынандай гауһар тас көрген жоқпын депті. Сөйтіп айтты, бұны мейлі, мен бұған бір баға қояйын депті. Мынау гауһар тасыңа қоймалардың бәрінің есігін ашамын да 6 сағат уақыт беремін депті. 6 сағат уақытта сол гауһар тасты қойманың ішіндегі бүкіл гауһары бар, алтыны бар, бриллианты бар, қасында қызметшілер бар, сен айтқаныңның бәрін шығара береді. Соған разы болсаң, соған сатып алайын депті. 6 сағат уақыт берем. 6 сағаттың ішінде осы қоймалардың ішіндегі не алып шығып кете аласың, соның бәрі сенікі. Осыған разысың ба десе, әлгі балықшы, разымын депті. Сөйтті, қасына қызметшілерін қосып беріп, барып мына кісінің көрсеткенін шығарыңдар деп, қасына уәзірлерін тағы да қызметшілер қосып беріпті. Сөйтіп жаңағыдегі балықшы ханның сарайында оның жаңағыдегі есіктерінде тұрған тұтқалары алтыннан, күмістен, әр нәрсеге бір қызығып қарап, жан-жағына қарап, әуестеніп кетіп баратса, бір тағамның иісі кепті мұрнына. Өзі қарны ашып тұрған адам, ана патшаның сарайында сеніп жатқан тағамның иісіне неғылып қасындағы кісілерден сұрапты. Мынау ненің иісі десе, бұл патшаның жаңа сарайында қылып жатқан тамақтар. Жесем бола ма депті. Жесе әлгі кісілер айтты, болады. Саған 6 сағат уақыт берді. Сол 6 сағаттың ішінде не қаласаң бәрі болады сен. Тамақ жегіңізде жүр, асханаға барайық деп асханаға барып, жаңа жерде тағамдардың жақсысын жеп, жеміс-жидегі бар, басқасы бар, әбден тойып апты. Да. Сөйтіп тойған адам ұйқысы келеді ғой. Шығып бара жатып, сағатына қараса 1 сағат өткен екен. Сонымен жүріп бара жатып, жаңағыдегі патшаның демалатын сөрелері тұр екен жан-жағында. Ұйықтайтын бөлмелері, ана жерде адамдар бітіп, құстың қанаттарымен бір-бірін желпіп тұрған сондай көріністер. Сөйтіп ананы көріпті да айтты. Бүйтіп қараса, 1 сағат өткен екен. Мына жерде кішкене демалып алсам бола ма депті қасындағыларға. Болады, сен 6 сағаттың ішінде бұл сарайдың ішінің бәрі саған берілді. Қаласаң ұйықта, қаласаң барып, жаңа нелерді алып шығайық. Алтындарды қоймалардан. Өйді қарапты да, әлі уақыт бар ғой депті. Мен 1-2 сағат ұйықтап алсам, арғы алып шығып кетем ғой қалағанымды деп, жаңағыдегі балықшы жаңағы сарайдағы патшаның төсегіне жатқан кезде, ой, ұйқы кетіпті ғой, енді ұзағынан ұйықтапты. Қарны тойған, сөйтіп, қасында уәзірлері оятып жатыр дейді, тұр дейді. Атып тұрса, болды, шық, уақыт бітті депті. Болды, уақыт бітті, шық деп жатыр дейді. Айналайын, әлі ештеңе алып үлгерген жоқпын ғой. Ештеңе алып үлгерген жоқпын ғой әлі. Алайын десе, жоқ демай шық деп сарайдан шыға жіберді. Енді осы қиссаны ғұламалар келтіріпті, және де осы қиссадағы кейіпкер бәрімізді кәдімгідей біраз ойға ойландырды да, мысалы. Сол ақымақ, оны ана қоймадағы алтындарды алып шығып кетсе, басқаларды алып кетсе, ішетін, жататын жердің бәрін алып алады ғой. Солай ойлаймыз да біз. Ғұламалар айтады, сол жаңағыдегі балықшы біз дейді. Әрбір адам балықшымыз дейді. Алла тағала жаңағыдегі берілген 6 сағат ол біздің өміріміз дейді. Алла тағала бұл өмірге бізге ақыл беріп,
Hidayat жолын түсірді, пайғамбар жіберді, Құран түсірді. Енді жәннаттағы нығметтер сендердің әрекеттерің себепті болады. Қалағандар шалыңдар, қалағандарын шалыңдар. Пайғамбар салам айтқандай, жәннат 100 дәреже дейді. Бір дәреже мен екінші дәреженің арасы жер мен көктей биік дейді. 100 дәреже бар, соның қай дәрежеге жеткілеріңіз келсе, сол дәрежені алыңыздар деп Алла Тағала бізге уақыт берді. Бірақ біздер жаңағыдегі балықшының кейпіндегі адам сияқты ана жердегі тәтті тағамға, ана жердегі арзымайтын ұйқыға, дөнеме істермен алданып, өлім келген кезде Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Астағфирулла, хатта иза жаа ахадухумул мауту". Сендерге өлім келген кезде дейді, яғни өлім келген кезде ана адамдардан мынандай сөз шығады екен: "Қоля роббиржиуни", я Раббым артқа қайтаршы, я Раббым артқа қайтаршы деген жалынышты сөздер шығады. Сонда ол кісі не үшін ол өмірге қайтқысы келіп жатыр? Неге қайтқысы келіп қалды ол адамның? Бұл өмірде оның көп тірліктері қап кеткен негізінде. Өте көп, мына адам баласына өлім келгенде көп шаруалар қап кетеді, ешқайсысы бітпей қалады. Бірақ сол адамның сол кездегі өкініші, қайтудағы мақсатын Алла Тағала әлгі кісінің ары қарай сөзін жалғастырып, "Лаалли амалу солихан фима тарак" дейді. Бәлкім сол қалдырып кеткен дүниемде саған ұнайтын бір амал істеуім үшін, я Раббым қайтаршы дейді. Бірақ соған дейін бізге уақыт келіп тұр қазір. Қазір минуттар, сағаттар, күндер, апталар, жылдар Алла Тағала беріп тұр. Сонда да болса біз жаңағыдегі балықшының кейпінде мына өмірімізді босқа өткізіп жатырмыз. Бірақ Алла Тағала ол кісіге жауап қайтарады: "Кәллә, саған әсте уақыт жоқ" дейді сол жерде. Ешқандай уақыт жоқ. "Иннака калиматун хуа қойлуха", бұл сенің бір арзымайтын сөзің ғана. "Ва ми вароин барзахун иля яуман юбасун", сенің артында қияметке дейін ашылған жабылған перде бар дейді. Болды, осымен сен кеттің. Өлім сәтіндегі өкініш бұл өмірден ештеңе алып қалмағанына өкінеді адам. Бірақ мұны қазір Құдайға шүкір мынау алдымызда Жұмагүл апамыз отыр. Бізге өнегелі. Қараңыз, Құранды жаттады. Альхамдулилля, Құранды жаттады. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: "Қиямет күні Құран жаттаған адамға оқы да көтеріл, сенің дәрежең соңғы аят" дейді. Міне, Құранның дәрежесі ертең жәннаттың ең биік шыңына апарады. Білеміз, жақсы білеміз, естігеніміз, айтамыз, бірақ әрекетіміз аз. Өміріміз өтіп жатыр. Мысалы, сол үшін де Алла Тағала мына өмірімізді ғани етуімізді нәсіп еткен болсын. Апа, міне иншалла сіз жүрген жерде біздерге үлкен бұл ескерту, міне осындай Қазақстанда үлкен апамыз Құран жаттап, иншалла өнегелі, жай біздің арамызда жүруіміздің өзі үлкен ибрат біздер үшін. Иншалла Алла өміріңізге береке берсін. Мынау қасыңызда қызмет қылып жүрген әпкелеріміздің өміріне береке берсін. Ұрпақтарыңыздан салиқалы ұрпақтар шыққан болсын. Сіздермен бұл осылай сұхбаттасып отқанымызға Аллахқа мақтаулар, мадақтар айтамыз иншалла. Алла Тағала ақырымыз қайырлы иман, саламат екі дүниеде жүзімізді жарық қылған болсын. Иншалла пайдалы сұхбат болсын. Бұл мына өмірімізді пайдаланып қалайық. Ертең шық дейтін уақыт келе жатыр. Күтпеген жерден бұл өмір аяқталады. Соған дейінгі өмірімізді ғани етпіліге. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирук ва атубу илейк. Бирахматика. Аллах.